Кеше аялдама бойы қоғамдық көлікте тұрып, немесе банкте кезек күткен соң аяғыңыз қатты ауырды ма? Бұл варикоздың алғашқы белгісі болуы мүмкін. Медиктер көк тамырлардың түйінеліп кеңею тұқым қуалайды деп болжайды. Ал басқалары тамырдың созылуы мен көп жағдайда аяқтан тік тұрып жұмыс істейтін шаштараз бен сатушының басына кездеседі деп санайды. Әрине олардың қатарында мыңдаған мамандық иелері де кіргізуге болады. Сонымен варикоз қалай пайда болады? Оның емделу жолдары қандай? Жайлы айдарына назар салыңыздар. Аяғымыз осындай керісті әдемі болғанын бәріміз қалаймыз. Бірақ мынадай көк тамырлар көп қыз келіншектің қытығына тиеді. Көбіміз варикоз деп атап жүрміз. Бұл туа бітті пайда болмайтыны белгілі. Себептері әртүрлі. Алдымен қызғылт ұсақ тамырлар шығып, кейін ол үлкейе бастайды. Деректерге сүйенсек, әлемде әрбір 4-ші адамда варикоз болады екен. Варикоз дегеніміз ол вена тамырларының кеңейіп, ұзарып түйінделуі. Ол көбінесе венамыздың серпімділік қасиетін жоғалтқандықтан вена тамырлары кеңейеді. Көбінесе ол осы статистика бойынша әйел адамдарды көп кездеседі. Жасқа особо қарамайды, но көбінесе 25-тен 40 жасқа дейін жиі кездесіп тұрады. Мамандардың сөзінше варикоз жүкті әйелдерде жиі кездеседі екен. Өйткені жатырдың кеңеюі және қан айналымының қалыпты болмауы салдарынан қан ұйып, тамырлар біртіндеп ұлғая бастайды. Сондай-ақ ол тұқым қуалайды да, яғни анадан балаға беріледі деген сөз. Ал мұның алдын алу үшін, ауырғанды басу үшін түрлі жақпамай жағып жатамыз. Ал одан нәтиже бар ма? Ол майыздардың бастапқы сатысына сәл көмегі болады. Бірақ ол шығып тұрған венаны жойып кетпейді енді, но бастапқы сатысына сол ауырсынуды азайту мүмкін, нелерді сәл ісіктерді сәл кетіріп, сәл азайту мүмкін. Яғни варикозды оңай емдей салу мүмкін емес. Тек шыққан тамырлар одан әрі ұлғайып кетпес үшін түрлі шаралар қолдану керек. Как это? Вот так. Ескертетін нәрсе өте қатты ұлғайып кеткен тамырларды тек хирургиялық жолмен емдеуге тура келеді. Ал варикоздың алғашқы сатысы болса, біріншіден қан айналымын реттейтін жаттығулар жасау керек. Мұны үйде де істеуге болады. Немесе арнайы маманнан кеңес алуда артық болмайды. Екіншіден аяқты эластикалық документ таңып жүру. Одан қымсынудың еш қажеті жоқ. Денсаулық үшін әдемі жүріспен мінсіздікті ысыра тұрған жөн. Шырайыңыз арта түссін. Маржан Нүсіпбек, Дастан Әлішев, арнайы Қайырлы таң үшін.